Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде Викинг Волк фильмі. Фильм 1050 жылдан басталады. Викингтер Гудбрандтың бастауымен Нормандия халқына шабуылдап, қазына іздейді. Бір монастыр ішінде олар құпия бөлмені табады. Монахтар Гудбрандқа ол жерге кірмеуді өтінеді. Бірақ ол олардың сөзін елемей ішке кіреді. Алайда ол жерде алтында, күмісте жоқ тек қарғыс атқан қасқыр бар. Олар оның нағыз қарғысқа ұшыраған жаратылыс екенін білместен, жай ғана қасқыр деп ойлап, оны босатып жібереді. Кейін теңізге шығып, үйлеріне оралмақ болады. Бірақ Норвегияға жетпей жатып, барлық викингтер қаза табады. Кейінірек сол қарғыс атқан қасқыр Скандинавия ормандарына кетеді. 1000 жылдан кейін Норвегиядағы Нюбо атты шағын қалада жасөспірім қыз Тала попкорн жасап жатады. Ол теледидар көріп отырған інісі Дженнимен бірге уақыт өткізеді. Біраздан соң оған мектептегі досынан хабарлама келеді. Ол Таланы көл жағасында кездесуге шақырады. Тала өгей әкесі Артурға қош айтып, үйден шығады. Сыртта оны анасы Лив қарсы алады. Ол полиция қызметкер. Анасы оған түнгі 11-ге дейін үйге келуін ескертеді. Көлге жеткен соң, Таланы хабарлама жіберген жігіт Йонас қарсы алады. Тала бұл қалаға жақында ғана көшіп келген. Олар біраз сөйлесіп тұрған кезде басқа бір қыз Йонасты өзіне шақырады. Оның есімі Элин. Элин Йонасты арнайы бір жерге сөйлесуге шақырады. Ал Тала олардың артынан жүреді. Ол бөгеттің жанындағы жерге келгенде, күтпеген жерден айқайлар естіледі. Тала жүгіріп барғанда Элиннің жараланып, қансырағанын көреді. Бірақ ол үшін ең қорқыныштысы әлгі құбыжықтың қайта оралған еді. Ол тағы да шабуыл жасап, Таланы сол иығынан тістеп алады. Ал Элинді орманға сүйреп әкетеді. Жан түршігерлік оқиғаның куәсі болған Йонас есінен танып қала жаздайды. Көп ұзамай полиция, оның ішінде Таланың анасы Ливте оқиға орнына келеді. Бір офицер оларға жоғалған адамның Элин екенін және оның қала мэрінің қызы екенін хабарлайды. Йонастың әлі де шок жағдайында екенін айтады. Ал Тала да сол жерде болғанын атап өтеді. Полиция Элиннің қанға боялған телефонын табады. Лив үлкен жануардың тырнақ іздерін байқайды. Кейін оқиға Таланың үйіне ауысады. Онда анасы одан болған жайттар туралы сұрайды. Одан кейін көрініс Найбо қаласындағы мектепке ауысады. Бұл жерде Тала, Йонас және Элин оқиды. Лив оларға бірге жүруді кеңес етеді. Ол және оның әріптесі оқиға кезінде көлде болған әрбір студенттен жауап алады. Түнде Лив интернеттен зерттеу жүргізіп, табылған тырнақ іздерінің қасқырға тиесілі екенін анықтайды. Ол досынан аңшылар тобын жинауды сұрайды. Бірақ дәлелдер жеткіліксіз болғандықтан, досы бұл өтініштен бас тартады. Таңертең Ливке Элиннің денесі табылғаны туралы хабар келеді. Мәйітханаға келгенде олар Элиннің денесінің қорқынышты жағдайда екенін көреді. Ол тырнақ және тістеу іздерімен көмкерілген. Дәрігер Элиннің қандай жарақаттар алғанын түсіндіріп, оларға жыртқыш жануарлар жөніндегі маман туралы ақпарат береді. Көп ұзамай Элиннің ата-анасы келіп, қыздарының өлімін ауыр күйде қабылдайды. Осы уақытта полиция бөліміне егде аңшы Ларс Бродин келеді. Ол Ливке Элинді өлтірген жаратылыстың ликантроп, яғни адам қасқыры екенін айтады. Бірақ Лив бұл сөзге сенбейді. Мұны жай аңыз деп есептейді. Кетерінде аңшы Ливке күміс оқ береді, өйткені оның пікірінше, қасқыр монстрды өлтірудің жалғыз жолы осы. Кейін полиция бөліміне жануарлар жөніндегі сарапшы келеді. Ол Элиннің өте үлкен қасқырдың шабуылынан қаза тапқанын болжайды. Осы тұжырымға сүйене отырып, полиция орманға қасқыр аулауға аттанады. 3 аңшы және 1 журналист топқа қосылады. Олар іздеуді бастайды. Аңшылардың бірі із кесетін ит алып келеді. Біраз уақыттан кейін ит иіс сезіп, оларды бір денеге алып келеді. Дененің жағдайы сұмдық. Бұл олар іздеп жүрген қасқыр екеніне күмәндары қалмайды. Лив 2 аңшыға жаңа табылған денені күзетуді тапсырады. Ал өз полициядағы әріптесі бір аңшы және журналист іздеуді жалғастырады. Осы уақытта Таланың мектебінде ол оғаш мінез көрсете бастайды. Ол қарындаштың қағазға үйкелген дыбысын анық ести алады. Бұл оның сезім мүшелерінің қасқырдыкіндей өзгеріп жатқанын көрсетеді. Орманда аңшылар тобы ескі, қараусыз қалған шахтаға жетеді. Лив шахтаны зерттеуге шешім қабылдайды. Ол баспалдақпен төмен түскен кезде ағаш сынып кетіп, оны дененің қасына құлатады. Кенеттен аңшылардың бірі айқайлайды. Басқа аңшы денені күзетіп тұрған әріптесімен байланысуға тырысқанымен жауап ала алмайды. Сол сәтте қасқыр аңшылардың біріне шабуыл жасайды. Ал Ливтің полициядағы әріптесі де жыртқыштың құрбаны болады. Журналист қасқырды суретке түсіруді жалғастырады. Бірақ артындағы шұңқырды байқамай, ішіне құлап кетеді. Лив шұңқырдан шығып, сыртқа жетуге тырысады. Бірақ жоғарыға көтерілгенде, дәл алдында тұрған қасқырды көреді. Қатты шошыған ол қайтадан шұңқырға құлап түседі. Қасқыр Ливке шабуыл жасауға әрекеттенеді. Ол қасқырға бірнеше рет оқ атады, бірақ жыртқыш өлмейді. Ақыр тапаншасындағы оқ таусылғанда, Ливтің есіне Ларс Бродин берген күміс оқ түседі. Сол оқты атып, Лив ақыры қасқырды өлтіреді. Келесі көріністе ауруханада Ливтің полициядағы әріптесі ем қабылдап жатыр. Мэр келіп, өз алаңдаушылығын білдіреді. Ол қайғы жұтқан отбасыға көңіл айтып, мәселе шешілді деп мәлімдейді.
өйткені полиция қасқырды өлтірген. Кейін Найбо қаласындағы колледжде маман Уильям өлі қасқырды зерттеп жатады. Ол Лив қасқырдың өмірлік маңызды мүшелеріне 8 рет оқ атқанын, бірақ оны өлтірмегенін түсіндіреді. Қасқырды тек күміс оқ өлтірген. Уильям әріптестерімен кеңесе келе, бұл жаратылыс қарапайым қасқыр емес, қасқыр адам, вервольф болуы мүмкін деген қорытындыға келеді. Лив пен Уильям Ларс Бродинмен кездесуге барады. Лив одан вервольф туралы сұрайды, ал Бродин барлығын түсіндіріп береді. Ол Лив өлтірген вервольфтың өте кәрі екенін, және оның бұл жаратылысты 2 жылдан бері іздеп жүргенін айтады. Вервольфты алғашында 12 ғасырда викингтер алып келген екен. Лив вервольф істеген адамның жағдайы туралы сұрағанда, Бродин оның біртіндеп өзгеретінін айтады. Ол адамның сезім мүшелері күшейіп, жүзі бірте-бірте жыртқышқа ұқсай бастайтынын түсіндіреді. Қарғыс тек соңғы құбыжық өлген кезде ғана жойылады. Сол кезде жұғу тізбегі де үзіледі. Көрініс Тала мен Йонастың мектепте болған оқиғалар туралы әңгімелесіп тұрған сәтіне ауысады. Кейінірек Йонасқа әкесі хабарласып, оның қайда екенін сұрайды. Сол түні толық ай шыққан кезде Тала қатты ауырсынуды сезінеді. Йонас қоңырауын аяқтап, Талаға жақындағанда ол оған кетуін айтады. Алайда оның вервольфтік түйсіктері күшейіп кетеді. Нәтижесінде ол Йонасты өлтіреді. Келесі күні Ливке көлде тағы бір қасқыр шабуылы болғаны туралы хабар келеді. Ал Тала ағаш сарайда ұйықтап жатады. Оянған соң өзін жайсыз сезініп құсады. Құсқан нәрсенің арасында адамның саусағы бар екенін көріп, шошып кетеді. Ол Йонасты жеп қойғанын түсінеді. Оқиға орнында Уильям жаңа тістеу іздерінің Элинді өлтірген қасқырдыкінен кішірек және өзгеше екенін байқайды. Бұл мүлдем басқа қасқырдың бар екенін көрсетеді. Түнде Тала Ослоға баратын автобусқа мінеді. Алғашында бәрі тыныш өтеді, бірақ толық ай қайта шыққан кезде ол қайтадан вервольфке айналып, автобустағы адамдарды аяусыз өлтіреді. Лив радиодан туннелде автобус апаты болғанын, вервольфтың шабуылынан көптеген адам қаза тапқанын естиді. Ол автобусқа кіріп, сол жерде қызының жыртылған күртешесі мен шаш қыстырғышын табады. Осы сәтте Лив Таланың вервольфке айналғанына толықтай көзі жетеді. Көрініс Таланың үйіне ауысады. Онда Дженни сабақ оқып отырады. Кенеттен үйге вервольф кіріп, оған қарай атылып келеді. Бақытына орай Артур араласып, қасқырды ұрып жібереді. Содан кейін оны электр тоғымен сілкіндіріп, Дженнимен бірге көлікке мініп қашады. Бірақ вервольф олардың соңынан қуып, көпірге дейін жетеді. Алайда Артурдың қолын вервольф тістеп алғандықтан ол әлсіреп қалады. Ол Дженниге тығылуды тапсырады. Сол уақытта вервольф бардың маңында жүрген адамдарға шабуыл жасайды. Бірақ кенеттен Дженни пайда болып, вервольфтың өз әпкесі екенін сезіп, оған жақындайды. Лив пен Уильям келіп, вервольфке күшті тыныштандыратын дәрі егеді. Бірақ ол әлі де есінен танбай, шабуылын жалғастырады. Лив, Уильям және Дженни дүкенге жасырынып, есікті жауып алады. Сол сәтте Ларс Бродин көлігімен келіп, вервольфты қағып өтеді. Бірақ құбыжық тірі қалады және Бродинді өлтіреді. Кейін вервольф Ливке шабуылдап, оның сол қолын тістеп алады. Лив Уильямнан вервольфты қайтадан тыныштандыруын сұрайды. Бірақ Уильям қозғалуға қауқарсыз еді. Қолына қадалған ағаш оны қатты әлсіреткен. Кенеттен Дженни пайда болып, вервольфке тағы бір тыныштандыратын ине соғып алады. Осы жолы құбыжық ақыры есінен танып құлайды. Келесі көріністе Лив ем қабылдап жатыр. Ол Таланы күміс оқпен өлтіруді жоспарлайды, бірақ соңында қолы бармайды. Үйге оралып, Таланың бөлмесіне кіреді. Ол күміс оқты алып, қызымен түскен суреттің алдына қояды. Осылайша фильм аяқталады.